Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге қыстың қамын жаз ойла демекші, қызанақтың соғында қиярды тұздайтын боламыз. Қысты күні барлық аспен түгелдей толыққанды желініп кететін, қиярларыңыз қытырлақ болып шығатын нағыз кереметтей рецепт. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қиярымызды жақсылап тұрып жуып аламыз. Салқын суда жақсылап тұрып жуып алыңыздар, кемінде 7 рет жусаңыздар тіптен керемет болады. Бас жағындағы бөліктерін кесіп алып тастаймыз, бізге оның қажеті жоқ. Және де салқын суды бетпе-бет құйып толтырып, үстіне 2 ас қасық толық тұзымызды саламыз. Қолымызбен барлығын жақсылап тұрып араластырып, бетін қақпақпен жауып қоямыз. Шамамен 4-5 сағат тұру қажет. Ал енді қызанағымызды дәл видеодағыдай бөліп, керек емес бас жағын алып тастаймыз. Егер сіздің үйіңізде ет тартқыш болса, ет тартқыштан өткізуге болады, немесе мен сияқты блендермен толыққанды езіп алсаңыздар болады. Осылай құр өзін блендермен жақсылап тұрып, толыққанды езілгенше езіп аласыздар. Және үйде сита болса, ситадан, немесе мен сияқты марылдан соғын бөлек алып шығатын боламыз пюреден. Негізі марылмен жақсы, өйткені тез боласыздар. Осылай өзінің пюресі қалады, бұны біз қолданбаймыз. Тек қана өзінің шырыны, яғни соғын ғана пайдаланатын боламыз. Мінекей осылай видеодағыдай барлық соғын оттың астына қойып, жақсылап тұрып, сақырлатып қайнататын боламыз. Міндетті түрде осылай сақырлап тұрып қайнаған кезде біз банкымызға құятын боламыз. Қайнатып барып, суытып барып құюға болмайды. Міндетті түрде қайнап тұру керек, қыздар. Банкамызды қайнап тұрған ыстық суға 4-5 минутқа булап аласыздар. Буланған банкының үстіне осы видеода көріп тұрғандарыңыздай орташа көлемде жақсылап тазаланған капустамызды қосамыз. Яғни орам жапырақ деп аталынады қазақша. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша қосасыз. Мен ортанша қылып қостым. Және осындай укроп түрін пайдалансаңыздар болады. Барлығын біртіндеп жақсылап қойып орналастырып шығамыз. Одан кейін барып қиярларымызды қоямыз. Негізі қияр меніңкі сәл үлкендеу болды. Егер сіз кішкентай түрін пайдалансаңыз тіптен әдемі көрініс береді және әдемі болып салынатын болады. Мен орташа көлемде пайдаландым. Және әр банкіге 2-3 сарымсақтан қостым. Енді бұның бәрі өзіңіздің қалауыңыз. 4-5-еуден немесе 1-2-еуден де қосуға болады. Оның үстіне лавр жапырағын қосамыз. Әр банкіге 3-4 танадан қосып шықсаңыздар болады. Және оның үстіне қара бұрыштың үлкен қара домалақ түрінен 4-5 танадан әр банкіге қосып шықсаңыздар болады. Және қыздар 2 ас қасық тұз қосамыз әр банкіге, және 1 ас қасық қант салуды да ұмытпаңыздар. Шатастырып алмаңыздар. 1 банкіге 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант қосасыздар. Барлығын қосып болғаннан кейін банкаларымыздың үстіне сақырлап қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Барлығына бірден құймаңыздар. Дәл видеодағыдай аз-аздан кезек-кезек құйып шығыңыздар. Бірден құйсаңыздар банкі жарылып кетуі мүмкін, сондықтан асықпай аз-аздан құйып толтырамыз. Бетін жауып шамамен 30 минутқа қалдырасыздар. Біздің банкамыз 30 минут осының ішінде булануы керек. Және 30 минут өткеннен кейін біз артық суын алып тастайтын боламыз. Дәл осы процесті сіздер 2 рет қайталайсыздар. 2 рет қайталаған кезде міндетті түрде екеуінде де 30 минуттан тұруы керек, қыздар. Дәл осы видеодағыдай артық суын барлығын толықтай алып тастайсыздар. 2 рет қайталап болғаннан кейін қыздар міндетті түрде қайтадан банкымыздың үстіне 2 ас қасық тұзымызды, содан соң барып 1 ас қасық қантымызды қосатын боламыз. Оның үстіне сақырлап қайнаған біздің қызанағымыздың соғын құятын боламыз толыққанды. Және кішкене ғана өзіңіздің құрамыңыз бойынша уксус қосуды да ұмытпаңыздар. Мен осылай кішкене ғана банкының ішіне және банкының қақпағына да құйып осылай жаптым.
Банкаларымызды сәл ғана қозғап, төңкеріп, өзіңіздің қалауыңыз бойынша одеял немесе мен сияқты сүлгімен орап қойсаңыздар болады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың дамуына үлес қосып қойыңыздар. Төмендегі подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Және осы видеоны міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Өзіңіздің пікіріңізді комментарияға қалдыруды ұмытпаңыз.